Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін кеспе құрдақ дайындаймыз. Қамыр жай, қамыр ешқандай артық ештеңесі жоқ қос құрамында. Етімізді жақсылап турап, маған лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыздар. Етімізді жақсылап қуырамыз, ісіп тұрған майға салып. Тұзын салып, жақсылап қуырып аламыз. Өзінің соғында өзі қуырыла береді. Сөлінде дейді ғой. Екеңіздер қайтадан араластырып қоямыз. Қамырына мен мына жерде тұз, жұмыртқа, сумен еледім. Видеоға түсіруге ұмытып кетіппін. Міне етіміз қуырылды. Су құйып қоямыз. Енді тазалап алған пияз, сәбіз, картошкамыздың бәрін турап дайындап аламыз. Жақсылап. Бұл тамақты біз рожкидің орнына негізі көбінде дайындаймыз. Бір пияз, екі чеснок, 3 картошка, бір сәбіз. Тазаладым, жудым. Кестім, міне осылай. Кесеміз, тазалаймыз. Бәрін жақсылап. Оған дейін ұнымыз бұға береді, етіміз қуырыла береді. Қазір бұның бәрін дайындап алғаннан кейін ұнымызды жаюға кірісеміз. Ұнды жаямыз. Сосын духовкада кептіреміз. Кептіру деген бар бізде. Міне, жайып аламыз ұнымызды жақсылап осылай. Духовканы қосып қоямыз, қыздырып ішіндегі бүкіл нелерін алып тастаймыз, противен бәрін. Сосын ең астына кептіреміз. Қатты күйдіріп жібермеңіздер. Қыз көрсетемін сіздерге. Міне осылай саламыз, 4 қып кесіп алып. Жапсаңыздар да болады, жаппасаңыздар да болады, өздеріңізге қалай ыңғайлы. Міне осылай кептіреміз. Міне көрдіңіздер ме? Енді қараңыздар, міне осылай болу керек. Жабысып қалмау үшін істейміз бір-біріне. Өйткені бұл буда пісетін тамақ, поэтому осылай істейміз, кептіріп аламыз. Міне біздің кеспелеріміз дайын. Кеспе деппін ғой, жаймаларымыз. Астынан бастап аламыз. Астындағысы өйткені не? Жылы әлі. Керте бастаймыз. Мына жерде ұсақ қып кертсеңіздер де болады кеспені. Просто мен балам жылап кетті дар жағында. Содан үлкен қып кесе салуға тура келді. Осылай. Негізі жіңішке қып кертсеңіздер әдемі болады. Осылай кесеміз. Міне. Кеспелерімізді осылай кесіп дайындап аламыз. Арасын ашамыз. Міне, осыншама кеспе шықты. Менде 2 жайма шықты. 2 жаймадан осыншама кеспе. Міне тамағымызға картошкамызды саламыз. Қайнаған пиязымызды салып қойдым. Міне картошка. Сосын сәбізімізді саламыз. Жақсылап қайнатамыз. Қайнағаннан кейін маған лайк басып, комментарий жазып тіркеліп отырыңыздар. Қайнағаннан кейін кеспемізді саламыз. Жақсылап жайып. Кеспемізді салып. Сосын үстіне сұйық май құйып шығамыз. Кішкене көп емес, жай ғана. Мен жабамыз. Басында қатты отта қайнатамыз, сосын астын азайтамыз. Міне тамағымыз дайын. Буға піседі, жақсылап араластырып аламыз. Оның бәрі жұмсар үшін. Міне тамағымыз дайын. Бұл бізде ұңғырдақ деп аталады. Картошка, ет, сәбіз. Дайындап беріңіздер балаларыңызға, отбасыларыңызға. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.